Сәлем балақайлар, бүгін біз сендермен саңырауқұлақ жасаймыз. Бұл саңырауқұлақтың аты шыбын жұт деп аталады. Олай болса, бастайық. Ол үшін бізге 3 түрлі ермек саз керек. Жасыл түсті, қызыл түсті және ақ түсті. Алдымен ермек саздарды жұмсартып аламыз. Бізге бірінші ақ түс қажет. Саңырауқұлақтың діңін жасаймыз. Балалар, сендер де саусақтарыңмен жұмыс жасап, ермек сазды жақсылап жұмсартып алыңдар. Жұмсарған ермек сазды тақтайдың бетіне қойып, сопақша пішін жасаймыз. Саңырауқұлақтың діңі дайын. Енді саңырауқұлақтың қалпағын жасауға кірісеміз. Қызыл түсті алып, жұмсартамыз. Ал, балалар, сендер де жұмсартыңдар жақсылап. Жұмсарған ермек сазды екі алақанымыздың ортасына қойып, дөңгелек пішін жасаймыз. Бұл бізде саңырауқұлақтың қалпағы болады. Саусағымыздың көмегімен дөңгелек пішінді басамыз. Сөйтіп, жалпақ етіп, саусақтарымызбен жұқартамыз. Саңырауқұлақтың қалпағын діңіне біріктіреміз. Басқа саңырауқұлақтардан шыбын жұт саңырауқұлағының ерекшелігі қалпағында ақ нүктелері болады. Енді сол ақ нүктелерін жасауға кірісейік. Ол үшін азырақ ақ түсті ермек сазды алып, видеода көрсетілгендей жасаймыз. Саусағымыздың көмегімен ұзынша етіп созып аламыз ермек сазды. Оны арнайы пышақтың көмегімен кішкене бөліктерге бөліп, майда дөңгелектер жасаймыз. Дайын болған дөңгелектерді саңырауқұлақтың қалпағына біртіндеп қойып шығамыз. Саңырауқұлақ дайын. Әдетте балалар, саңырауқұлақ ағашта және шөпте өседі. Сол үшін саңырауқұлағымыздың астына шөбін жасайық. Ол үшін жасыл түсті алып, жұмсартып, жалпақ етіп жұқартамыз. Жасыл түсті ермек саздан кішкене бөліктерін алып, саңырауқұлақтың бойына жабысып өсіп тұрған шөптерді жасап қояйық. Балалар, сендердің саңырауқұлақтарың өте әдемі шықты деген ойдамын. Каналды жоғалтып алмау үшін келіп лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.